Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен күнделікті дайындауға арналған пирог жасайтын боламыз. Өте оңай жасалады. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Бізге керек ингредиенттер: жұмыртқа, қант, ұн, сары май және де қопсытқыш керек болады. Және де өзіңіздің формаңызды алдын ала дайындап қойыңыз. Диаметрі 24 см форма жарайды. Енді миксер шайқайтын ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз, үстіне қант қосып, миксермен әппақ көпіргенше шайқап алатын боламыз. Миксердің кез келген түрі бола береді. Менде осындай миксер болғандықтан осыған шайқаймын. Енді үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Тағы да миксермен біркелкі болғанша шайқап аламыз. Енді ұнымызға қопсытқыш қосамыз. Бөлек ыдыста осылай араластырып аламыз. Ұнымызды біртіндеп қосып отырып миксермен араластырамыз. Қатты шайқамаймыз. Біркелкі болғанша араластырсаңыздар болғаны. Егер қатты шайқасаңыздар, ол құрғақ болып кетуі мүмкін. Осылай ұнымызды 2-3-ке бөліп қосамыз. Бәрін бірден қосып жібермеңіздер, осылай біртіндеп қосқандарыңыз дұрыс болады. Міне бізде осындай масса шықты. Қаймақ сияқты масса шығуы қажет. Формамызға орналастырып аламыз. Алдын ала духовкамызды қыздырып қоямыз 160 градусқа. Енді үстіне кез келген жеміс жидектер салып шығамыз. Мен таңқураймен құлпынай қостым. Сіздер кез келген үйде бар жеміс жидектерді қоса берсеңіздер болады. Қарақат болсын, басқа да жидектер үйлесе береді. Менікі осындай қатырылған жидектер. Енді үстіне ұн мен сары май және қантты осылай қолымызбен араластырып, бетіне сеуіп шығамыз. Қызып тұрған духовкамызға 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Піскенін білу үшін осындай ағаш таяқшамен тексеріп аламыз. Ол құрғақ болып шығуы қажет. Біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, тәтті болып шықты. Және де жақсылап осылай көтерілді. Шаймен іше беруге болады. Достар, егер видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Әйгерім. Астарыңыз дәмді болсын.